Сәлеметсіздер ме екінші сынып білім алушылары? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы амоним дегеніміз не? Бүгінгі сабақта сіздер амоним сөздерді ажыратуды, оны сөйлеуде қолдануды және мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастыруды үйренесіздер. Сонымен амоним сөздер дегеніміз не? Дыбысталуы бірдей, білдіретін мағыналары әр басқа сөздер амоним сөздер деп аталады. Мысалы, алма. Алма сөзі екі мағынаны білдіреді. Алма жеміс, жейтін. Алма қимыл атауы. Мысалы, сен оны алма. Сен мынау затты алма. Сонда амоним дегеніміз бірдей дыбысталады, бірақ мағынасы әртүрлі. Біз оны мағынасын сөйлеуде өзімізге сәйкестендіріп қолданамыз. Алма сөзі, мысалы, алма дегенді егер сөйлемде мен алма жедім десем, онда сіздер алма дегеннің жеміс екенін біліп тұрсыздар. Ал егер мынау затты алма деп айтсам, онда сендер заттың қимылын білдіріп тұрғанын, яғни ол затты алмау керегін түсінесіздер. Сонда қараңыздар, міне 100 деген сан адамның бет әлпеті, келбеті, және 100 ол санды білдіреді. Келесі бас деген сөз. Бас белгілі бір затты басу, мысалы іс-қимылды білдіреді бас, немесе адамның басы. Өкпе деген ол адамның дене мүшесі, яғни ішкі дене құрылысы, өкпе, және өкпе адамның көңіл күйі, реніші. Мен Айнұрға өкпеледім. Мысалы, мен Айнұрға өкпелімін десе, онда мен Айнұрға ашуландым, ренжідім деген мағынаны білдіреді. Қаша бейне материалды тамашаларыңызды сұраймын. Дана, осы суреттердің ішінен бір-біріне ұқсас заттарды тауып берші. Ұқсас ештеңеде жоқ. Солай ма? Ендеше әр суреттен не көргеніңді айтып көрші. Бұрыш, ара, жаз, ұста, ара, ұста, бұрыш, жаз. Ара, бұрыш деп екі рет айттым ба? Иә, сен ұста, жаз деп те екі рет айттың. Ұста жұмыс деп жатыр. Тұтқаны ұстады. Жаз мезгілі. Маған хат жаз. Аға, олар неге бірдей аталады? Бір-біріне қатысы бар ма? Сеніңше қалай? Еш қатысы жоқ сияқты. Иә, бұларды әртүрлі мағыналы сөздер деп атайды. Барлық тілде де дыбысталуы бірдей, мағыналары әртүрлі сөздер кездеседі. Мысалы, бұрыш, ара, ұста, жаз. Менің атым Дана. Мынау менің атым. Олай болса, оқулығымыздың 10-шы бетін ашып, 14-ші жаттығуды орындайық. Мәтінді түсініп оқып шығасыздар, сосын мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырасыздар. Және мәтіннің аты жоқ. Қарап отырғандай мәтінге тақырып қою керексіздер. Ауызша түрде жауап берейік. Енді дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. 12-ші қаңтар сынып жұмысы. 15-ші жаттығуды жазбаша орындаймыз. Түс сөзінің әр мағынасына сөйлем құрап жаз. Түс әртүрлі бояуды білдіру керек. Екінші сөйлемде түс іс-қимыл атауын білдіру керек. Екі сөйлем құрастырып жазасыздар. Он алтыншы жаттығуда сіздер әр қайсысына екі түрлі мағынаны білдіретін сөйлемдер құрастырасыздар. Сөздер берген: бас, өкпе, ат, жүз. Міне осы 4 сөзге әр қайсына 2-2 сөзден сонда 8 сөйлем құрастырып дәптерлеріңізге жазасыздар. Біріншісінде мысалы бас сөзі екі мағынаны білдіреді дедік.
бір нәрсені басу іс-қимылды білдіреді, немесе адамның басы. Сонда осы екі мағынаны білдіретін бас бір сөзге екі сөйлем құрастырасыздар. Өкпе, дәл сол сияқты өкпе, адамның өкпесі, өкпе бір нәрсеге ренжу, өкпелеу. Әрі қарай өздеріңіз орындауға тырысыңыздар. Ал енді сабағымызды қорытындылайықшы. Осы сабақта сіздер нені үйрендіңіздер? Нені білдіңіздер? Амоним сөздерді қолдандыңыздар. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар құрастырдыңыздар. Дыбысталуы бірдей, мағыналары әртүрлі, әр сөз табынан болатын, әртүрлі сұрақтарға жауап беретін амоним сөздермен таныстыңыздар. Олай болса, үй жұмысын жазып алайық. Оқулығымыздың 12-ші бетінде 17-ші жаттығуды үй жұмысына аласыздар. Бұнда сіздерге сөйлем берілген, оны көркем жазып, қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндіресіздер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.